Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге үй жағдайында духовкада пісірілетін қазан самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты, және дәмі де өте керемет. Самсамыздың қамырын дайындайтын боламыз. Ұнымызға бір жұмыртқа және де тұз салып араластырамыз. Оның үстіне жылы суымызды құйып араластырамыз және де жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Самсамыз қазанда емес, духовкада пісірілетін болғандықтан қамырымызды қатты емес, кішкене жұмсақтау қылып илейтін боламыз. Және де оның үстіне кішкене зәйтүн майын құйып, тағы да илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Енді самсамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Үлкенде 4-5 дана пиязымызды майдалап турап аламыз. Және де бізге құйрық май, қойдың немесе сиырдың еті қажет болады. Етіміз бен құйрық майымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Салмамыздың үстіне керегінше тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш және зірені салып, жақсылап араластыратын боламыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, оны екіге бөліп, домалақ етіп илейтін боламыз. Енді қамырларымызды алып, жайып шығамыз. Жайып болған қамырымызға сары майымызды жағып шығамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осыны дәл видеодағындай етіп орап шығамыз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Жарты сағат тоңазытқышта тұру қажет. Міне менің қамырым тоңазытқышта жарты сағат тұрды. Енді осы қамырымызды дәл видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Қараңыздар, қамырымыз қандай қатпарлы болып тұр. Енді осы бөлшектерімізді дөңгелетіп шығамыз да жайып аламыз. Және де осы дайын болған жуалаларымызды осындай пиалаға салып, домалақтап, түйіп шығатын боламыз. Осы пиаламыздың ішіне салмамызды салып, дәл видеодағындай етіп, түйіп шығатын боламыз. Және міндетті түрде астын жақсылап бекіту қажет болады. Қаласаңыздар, жай столдың үстінде де қамырды түйуге болады.
Противенімізге пергамент қағазын төсеп, оған самсаларымызды жайғастырып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңызда күнжіт немесе мақ қосып, осылай пеште пісіріп аламыз. Самсаларымызды 200 градуста 40-50 минутта пісіреміз. Қараңыздаршы, әсіресе ер кісілердің жүрегін жаулайтын өте дәмді самсамыз